Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен хачапуридің рецептісін дайындайтын боламыз. Маған өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деп сенемін. Менің алғаш жасауым. Осылай жасап көрсеңіздер әдемі шығады екен. Ең алдымен жылы сүтімізді таза құрғақ ыдысымызға құйып дайындап аламыз. Содан соң аштығымызды салып, үстінен 2 ас қасық тұзымызды салып, біріндеп ситадан өткізген ұнымызды қосып отырып қамырды дайындап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай орташа қаттылықта қамыр дайындап алдым. Жарты немесе 1 сағатқа көтерілуге шетке алып қоятын боламыз. Міндетті түрде жылы жер болуы қажет. Мен тартылған еттен және де помидордан 2 түрлі хачапури жасаймын деп шештім. Көріп тұрғандарыңыздай қызып тұрған майымызға бір жуамыздың жарты бөлігін майдалап турап алып, үстімізден тартылған етімізді салып, біріктіріп пісіріп алатын боламыз. Осы аралықта дәмдеуіштердің барлығын салып отырып, дәмі кіргенше пісіріп аламыз. Әрине мен барлық құрамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Мен кішкене помидор тілімдерін қосып жібердім. Сіздерге ұнамайтын болса, қоспай жасап жей берсеңіздер болады. Осылай пісіп шыққаннан соң бір шетке алып қоямыз. Ол кезде қамырымыз көтеріліп дайын болып қалған болады. Менде бұл бір қамырдан 4 дана қамыр шықты. Соның 2 ғана зуаласына мен хачапури жасадым. Екеуін нан етіп жасап жібердім. Менде кішкене сырым аз болып қалғандықтан 2 дана ғана жасадым. Осылай тегіс жерге қамырымызды қойып, кішкене сопақтау етіп жайып алатын боламыз. Менде бірінші жасағандықтан шетін қатты жабыстырмаппын. Кішкене піскен кезде көтеріліп кетті. Сіздерге кеңесім, шетін қатты басып жабыстырып алсаңыздар болады. Дайын қамырымыздың үстін кішкене шанышқымен басып, тесіктер жасап алатын боламыз. Содан соң осы видеода көріп тұрғандай етіп, шет жағына көптеу етіп сыр салып, ортасына аздау етіп сыр салып, шетін жауып шығатын боламыз. Қатты бекітіп қойсаңыздар болады екен. Сол кезде піскен кезде ашылып кетпейтін болады. Осылай жасап алғаннан соң жаңағы дайын тұрған фаршымызды осы сырдың бетіне қойып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай қойып шығыңыздар. Мен екінші түрін помидормен жасадым. Өзім ет жемейтін болғандықтан помидормен жасадым. Мына жақта қызым жағаласып жатыр. Осылай шет-шетіне бір жақсылап сырымызды салып, екі шетін жақсылап бекітіп алатын боламыз. Содан соң ортасына да көптеу етіп сыр салдым. Бұл түрі помидормен болғандықтан пиццаға ұқсап шықсын дедім. Содан соң дайын болған 2 хачапуридің тестасын пергаменттің үстіне салып, шет-шетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минут, 25 минут көлемінде пісіп шығатын болады. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге кеңес беремін, жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.